Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі дәрістің тақырыбы Қазақстан Республикасының мемлекеттік метрологиялық қызметі. Мемлекеттік метрологиялық қызмет жоспары, уақыт және жиіліктің метрологиялық қызметі, заттар мен материалдардың құрамы мен қасиеттерінің стандарт үлгілерінің метрологиялық қызметі, физикалық константалар және заттар мен материалдардың қасиеттері туралы стандартты анықтамалық мәліметтер метрологиялық қызметі, мемлекеттік басқару органдары, заңды және жеке тұлғалардың метрологиялық қызметі. Дәрістің мақсаты мемлекеттік метрологиялық қызметтің құрылымы мен мақсаттарымен таныстыру, атқаратын функцияларын түсіндіру. Қазақстан Республикасының өлшем бірліктерімен қамтамасыз ету қызметі бойынша мемлекеттік басқаруды стандарттау және метрология комитеті іске асырады. Техникалық реттеу және метрология комитеті функционалды реттеуді, сала аралық үйлесімділікті жүргізетін атқару үкіметтің федералды органы болып табылады. Қазақстан Республикасының техникалық реттеу және метрология комитеті орталық аппараттан мемлекеттік қадағалау бойынша территориалды басқару ведомствосында кәсіпорындар, Қазақстан Республикасы метрология институты, Қазақстанның стандарттау және сертификаттау институты, ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы. Мемлекеттік метрологиялық қызметке уақыт пен жиіліктің мемлекеттік метрологиялық қызметі және жердің айналу параметрлерін анықтау, уақыт пен жиілік бірліктерін қайта шығаруға және сақтауға және де олардың мөлшерлерін беруге жауапкершілікті көтеретін желілер және де халық шаруашылығында тұтынушыларды нақты уақыт туралы ақпаратпен қамтамасыз ететін және орнатылған бірлікте және шкалаларда өлшенген уақыт пен жиілікті орындауға жауапкершілікті көтеретін ұйымдардың желісі. Стандартты үлгілердің құрамы мен материалдардың қасиеттерінің метрологиялық қызметі, яғни стандартты үлгілер құрамы мен заттар мен материалдардың қасиеттерін енгізу және құруға жауапты өлшем бірліктермен қамтамасыз ету мақсатындағы ұйымдардың желісі. Метрология аймағында Қазақстанның мемлекеттік стандарттау негізгі міндеттері: стандарттау, метрология және сертификаттау саласында мемлекеттің саясатын жүзеге асыру, стандарттарды, эталондарды және шама бірліктерін және уақытты санауды орнату және пайдалану, тауарлар қауіпсіздігіне қойылатын талаптардың орындалуын бақылау облысында тұтынушылар құқығын қорғау және мемлекеттің көзқарастарына арналған шараларды жүзеге асыру. Стандарттау жүйесінің дамуын және функцияларын өлшем бірліктермен қамтамасыз ету, осы салада ақпаратты аккредиттеу және ғылыми-техникалық және де халықаралық ұлттық жүйелер мен шетелдердің үйлесімділігі, мемлекеттік стандарттарға арналған міндетті талаптарды, сертификатталған өнімге міндетті сертификаттау ережелерін және де мемлекеттік метрологиялық бақылау мен қадағалаудың жұмыстеріне мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүргізу және ұйымдастыру. Стандарттау, метрология және сертификаттау саласында негізгі функциялар: мемлекеттік саясатты қалыптастыру, осы саласындағы нормативтік құқықтық актілердің жобаларын өңдеу, осы жүйедегі бағдарламалардың дамуын өңдеу және өлшем бірліктерін қамтамасыз ету, стандарттың талаптарын және қадағалау үшін мемлекеттік қадағалау ұйымын реттеу. Қызметтің заңды және нормативті құқықтық негіздері: ол Қазақстан Республикасының сертификаттау туралы заңы, Қазақстан Республикасының стандарттау туралы заңы, өлшем бірліктерін қамтамасыз ету туралы заңы, тұтынушылардың құқығын қорғау туралы заңы және техникалық реттеу туралы заң, стандарттау туралы заң және тағы да басқа заңдарды қарастыруға болады. Уақыт және жиіліктің мемлекеттік қызметі, яғни уақыт және жиіліктің өлшем бірліктерімен қамтамасыз етуде аймақ аралық және сала аралық жұмыстар үйлесімділігін іске асыру және де жерді айналдыру параметрлерін анықтау, уақыт және жиілік бірліктер өлшемдерін беру және сақтау, қайта шығару,
Қазақстан Республикасының үйлестірілген уақыттың шкаласын қалыптастыру, Қазақстан Республикасының территориясында уақытты санаудың орнатылған тәртібінің орындалуын бақылау. Бақылау сұрақтары: мемлекеттік метрологиялық қызметтің құрамы қандай, уақыт және жиіліктің метрологиялық қызметі, заттар мен материалдардың құрамы мен қасиеттерінің стандартты үлгілерін метрологиялық қызметі, мемлекеттік басқару органдары, заңды және жеке тұлғалардың мемлекеттік метрологиялық қызметі туралы сіздер үйде қарастырып, осы сұрақтарға жауап бересіздер. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.